Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылдың 19 маусымында Шымкент қаласына 3-ші республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл тарапта жаңадан құрылған мегаполиске шетелдік инвесторлардың көптеп келетіні ешкімге жасырын емес. Осы орайда қаланың тұрғындарының және қонақтарының қауіпсіздігі мен тыныштығын қамтамасыз етілуі басты назарда болатыны жөн. Елбасы жарлыққа қол қойғаннан бастап біз зерттеу жасадық. Бүкіл инвестициялық қорлар, банктер, үлкен корпорациялар, құрылысшылар Шымкентке қызығу білдіруді бастады. Қаланың инвестициялық рейтингі жоғарылады. Елбасымыз өткенде өзінің жолдауында айтты. Қазір келешек қалаларда, үлкен мегаполистерде бүкіл әлемде сондай урбанизация болып жатыр, одан біз ешқайда кете алмаймыз. Сондықтан ең маңызды мақсат әрбір азамат, әр тұрғын қалада өзін өте жайлы сезіну керек. Шымкент қаласының полиция департаменті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық бөлінісі болып табылады. Бір жыл ішінде жақсы бастамалар мен ауқымды жұмыстар атқарылғанын атап өткен жөн. Дегенмен, полиция жұмысы әрқашанда қоғамның басты назарында. Себебі халқымыздың әл-ауқаты, қалалар мен ауылдардағы тыныштық, балаларымыздың, сондай-ақ әр үйдің қауіпсіздігі осы полиция қызметкерлеріне тікелей байланысты болғандықтан, азаматтардың мүддесін қорғау алдыңғы қатарда болу керек. Жасалып жатқан реформа штатты оңтайландырып, полицияны өзіне тиесілі емес функциялардан арылтады. Оңтайландырудың нәтижесінде үнемделген қаражат жалақыны көбейтуге және тұрғын үй мәселесін шешуге жұмсалады. Жаңғырту жұмыстарының сапасы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тікелей әсер етері хақ. Осы реформадан ең бірінші ашықтықты, халыққа жақындықты, одан кейін адалдықты күтемін. Ол ашықтық дегеніміз, ол адалдықтың бастамасы, ол халыққа жақындықтың бастамасы. Бұрын арақашықтық үлкен болса, қазір енді біз етене араласып, халықпен бірлесіп, кейбір жағдайда да ол кісілермен ақылдасып, ортақ шешімге келіп жатырмыз. Бұл фильмде аптасына 4 мезгілдің кез келген ауа райына қарамастан 7 күн тәуліктің 24 сағат бойы біздің үйлерімізде, көшелерде, қоғамдық орындарда, жалпы қалада тыныштығымызды сақтап, қауіпсіздігімізді қамтамасыз етіп тұратын Шымкент қаласы полиция департаментінің тәртіп сақшылары туралы сөз қозғаймыз. Бүгінде ішкі істер органдары ата жолын құрметтеп, заманауи технологияларды пайдаланып, қылмыспен күрес, құқық бұзушылықты алдын алу, қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстық жазаларды атқару, әкімшілік шара қолдану, барлығы құқық қорғау саласының атқаратын міндеттерінің көрінісі болып табылады. Қазақстандық полиция жаңа технологияларды белсенді пайдаланады. Осылайша қала аумағында жедел басқару орталығы жұмыс істейді. Яғни олардың арқасында көшедегі жол қозғалысы кезекші операторлардың бақылауында. Осы жерге жасалған қылмыстар мен орын алған оқиғалар туралы ақпараттар түсіп отырады. Күн сайын тек қана Шымкент көшелерінің өзінде мыңдаған автобустар жүреді. Сондықтан жол трафигін басқару келісілді әрі жылдам болуы қажет. Таңғы және кешкі уақыттарда жедел басқару орталығының қызметкерлерінің жұмысы күшейеді. Тәулік бойына орташа есеппен алғанда 102 нөміріне қала тұрғындарынан 1000-нан астам қоңыраулар түседі. Жедел басқару орталығы Шымкент қаласында 2006 жылы құрылған болатын тұғын. Жедел басқару орталығының бірінші мақсаты, міндеті ол азаматтардың хабарламалары мен өтініштеріне жедел ден қою болып табылады. Және полиция кешенді күштері мен кезекші тергеу топтарының оқиға орнына дер кезінде жетуін және тәуліктік кезекшілікте орын алған қылмыстардың ізін суытпай ашу болып табылады. Шымкент қаласының аумағында қазіргі таңда 479 сыртқы бейне бақылау камералары орнатып жұмыс атқаруда. Оған қосымша бізде 21 көше қиылысында жалпы саны 212 автоматты түрде тіркейтін интеллектуалдық камералар жұмыс атқаруда. Шымкент қаласы 4 әкімшілік аумаққа бөлінген, өздеріңіз көргендей Абай, Әл-Фараби, Еңбекші, Қаратау аудандары. 102 операторларына күніне, тәулігіне шамамен 1000-1200 қоңыраулар келіп түседі. Олардың барлығы өңделіп, күштер мен құралдарды басқару аға тобының аға инспекторларына дер кезінде жолданып отырады.
Көшедегі бейне бақылау камераларының арқасында кезекші орталықтарының назарынан бірде-бір бұзақылық немесе жол қозғалысының бұзылуы қалыс қалмайды. Қазір біз қаланың әр жерінде орналасқан камералар арқылы қаланы толығымен көре аламыз. Олардың саны 479-ны құрап отыр. Қала бойынша барлығы 479 бейне бақылау камералары орнатылған. Жыл басынан бері олардың көмегі арқылы 71-ден астам қылмыстық, 18 мыңнан астам әкімшілік бұзушылықтар анықталды. Тыңдап тұрмын. Электроэнергиясының өшуі, бағдаршам жұмыс істемейді. Реттеу жұмысына кірісіңіз. Қалай қабылдадыңыз? Бұл қоңырауды полиция аға инспекторы қабылдады. Оның көлігі бағдаршам бұзылған көшедегі учаскеге жақын маңда екен. Егер жарасқан жолда 5 минуттан астам кешіксе, жол қозғалысы бірнеше көшелерде тоқтап қалмақ. Сондықтан инспектор барынша жылдам көше қиылысын реттеуге кірісу керек. Кептеліс кезінде жол қозғалысын қолмен реттеу кезінде жүргізушілер түрлі жағымсыз ым-ишара көрсетуі мүмкін, немесе сөздер айтуы, сигнал беруі мүмкін. Бірақ полиция қызметкерінің міндеті жауапты болғандықтан, мұның ешқайсысына мән бермеу керек. Жергілікті полиция қызметінің патрульдік полиция полк қызметкерлерінің жұмысы күнде осылай басталады. Жолда патрульдеуге шығар алдын қызметкерлер қысқаша нұсқаулықтан өтіп, жеке құрамды түгендеуден өтеді. Патрульдік полиция полкіне қала көшелеріндегі тәртіпті сақтау жүктеледі. Жылдам көлік, сапалы радио байланыс және тәжірибелі қызметкерлерінің арқасында патрульдік полиция полкының қызметкерлері өз қызметін тәулік бойы атқаруға дайын. Күн сайын Шымкент қаласы бойынша полк автокөліктері қызметіне кіріседі. Сондай қауіпсіз квадрат бойынша қаланың 4 ауданында жалпы 68 учаскелік патруль, оның ішінде 2224 жаяу бағыттағы маршруттар бөлінген. Әрқайсының өз қиылысы бар. Полицияның жұмысы жалпы оңай емес. Үлкен қалада жұмыс істеу жауапкершілікті еселендіреді. Себебі жұмыс жүктемесі 3 есе көп. Учаскелік полицейлер ұсақ қылмыстар мен бұзақылықтарды алдын алуда басты рөлді атқарады. 102 нөміріне көп қабатты үйлердің бірінде жас бойжеткеннің шатырдан секірмек болғаны туралы хабарлама келіп түседі. Жергілікті полиция қызметінің учаскелік инспекторы рациядан хабарламаны қабылдап, тез арада оқиға орнына келіп жетеді. Полиция қызметкері суицид жасамақ болған қызды сөзге тартып, шатырдың басына өзде шығады. Нәтижесінде қыздың өміріне қауіп жоқ. Адам өмірін құтқарып қалған тәртіп сақшыларының әрбір күні осындай елеусіз ерліктерден тұрады. Қазақстан полициясына алғыстан артық айтарымыз жоқ. Кинология орталығының қызметкері жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Бұл ит ондаған иісті, жарылғыш заттардан есірткі заттарына дейін ажыратуға машықтанып үйретілген. Шабадандағы жасырынған тыйым салынған заттың қаншалықты тез ашылуы оның иіс түйсігіне байланысты болады. Итті үйрету үшін кинолог пен иттің арасында байланыс болу керек. Сәйкесінше, кинолог өзінің итін жақсы көре білу керек. Ит өз кезегінде иесін кез келген жағдайда қорғап қала алады және көмектеседі. Сондай-ақ жануарды қаруланған қылмыскерлерді залалсыздандыруға үйретеді. Орталықта барлығы 39 машықтанған түрлі бельгиялық, неміс овчаркасы, лабрадор және спаниель тұқымды иттер бар. Жыл сайын олардың көмегі арқылы көптеген қылмыс ашылады. Негізінде әр иттің тұқымында өзіне тиесілі қасиеттер бойында болады. Мысалы, спаниель есірткі заттарымен жақсы жұмыс істейді. Біріншіден ол шағын ит. Онымен ғимаратта, көлікте жұмыс істеуге болады. Бұл ит жылпос болғандықтан тереңге жасырынған есірткі заттарына өте алады. Жарылғыш заттар мен лабрадорлар, неміс және бельгиялық овчаркалар жақсы жұмыс істейді. Жаттығудан кейін алған білімі іс жүзінде қолданылып бекітіледі. Кинолог пен оның 4 аяқты досы жолдың бойындағы тыйым салынған заттар жасырынуы мүмкін болжалды. Автокөлікте тінту жұмысына иттер таптырмас дос болып табылады. Полициялардан жасырынған зат сәтті табылды. Енді ит лайықты марапатын ала алады. Қылмыс болған кезде оқиға орнына ең бірінші болып жедел тергеу тобы жетеді. Бұл тергеуші, жедел уәкілдер және криминалистер. Олар болған оқиғаның мән-жайын өте тез арада құрап, дәлелдік қордың барлығын жинау керек. Арнайы құралдардың көмегімен криминалистер оқиға орнында өз жұмыстарына кіріседі.
Бұдан әрі айғақты заттар зертханалық талдауға жіберіледі. Қалмысты тергеп, ашу жұмыстарымен зерттеуші жедел уәкіл қызметкерлері айналысады. Өткен жылы Шымкент қаласы полиция департаментінің криминалистері 10 мыңнан астам шақыртуларға шығып, көптеген қылмысты ашуға септігін тигізді. Қаладағы мәдени спорттық және бұқаралық іс-шаралар өту барысында жаппай тәртіп бұзушылықтар орын алған жағдайда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз ісіне полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағы кіріседі. Аталған бөлініс 2 жылдан артық уақыт арнайы дайындықтан және сынақтан өткен таңдаулы сарбаздардан жасақталады. Бұл жұмыс өте қауіпті. Сондықтан бұл жұмысқа мықты әрі ержүрек жігіттер мен қыздар ғана келеді. Шымкент қаласы полиция департаменті арнайы даярлық басқармасында қызметкерлер қайта даярлаудан өтеді. Оқу курсы әр күнге есептелген және полигонда, ғимаратта өтеді. Оларды экстремалдық жағдайларға дайындап, тез әрекет етуге дайындайды. Бірінші орынды атыс бойынша алсақ, ең алдымен қауіпсіздікке көңіл бөлінеді. Қарумен қалай жұмыс істеу керектігін үйретіп, іс жүзіне көшеді. Орталықта тек қана заманауи әдістерді қолданады. Қызметкер физикалық, психологиялық даярлықтан өтеді. Мұның барлығы қарқынды интеллектуалдық жұмыспен қатар жүреді. Нормативтердің арасында оқты нысанға дәл әрі жылдам тигізу, координацияға арналған жаттығулар, қарудың құрылымы туралы білімі де бар. Шымкент қаласы полиция департаментінің полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмысты ашумен қатар қайырымдылықпен айналысады. 2019 жылдың 3 сәуірінен бастап Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы, полиция полковнигі Ералы Мұсәліұлы Жұмаханбетовтің бастамасымен нөмірі 4 балалар үйі Шымкент қаласы полиция департаментінің қамқорлығына алынды. Балалар болашағы екенін ұмытпаған тәртіп сақшылары әркез қамқорлық танытып келеді. Жақсылық адамның ойы, ниеті, іс-әрекеті. Жаман пиғылдардан аулақ болып, қай кезде болса да адамға қол ұшын беріп көмектесетін, жанашырлық танытатын адамды жақсы адам дейміз. Солардың бірі Шымкент қаласы полиция департаменті уақытша ұстау изоляторы бастығының орынбасары, полиция майоры Бейсенов Нұрдәулет Орынбасарұлы. Ол үнемі жақсылық жасап, жағдайы төмен мұқтаж жандарға қиын кезде көмектесіп жүреді. Ол еріктілер клубының мүшелеріне өзінің полиция қызметкері екенін айтпаған. Олар да білмеген. Ең бастысы, Нұрдәулет көмекке мұқтаж жандарға көмектесу арқылы өз өмірінің мәнін тапқандай. Ендеше, осындай жанымызда жүрген жақсы адамдардың қадірін біліп, құрметтеп, сыйлап жүрейік. Нұрдәулет сияқты жақсы жандар арамызда көп болсын. Спорт полицейлердің серігі. Шымкент қаласы полиция департаментінің қызметкерлері ең мықтылардан жасақталған. Оған дәлел пауэрлифтингтен әлем чемпионы, дүние жүзіндегі ең мықты, ең күшті ауыр атлет полицей Айдар Қошқаров. Өз салмақтарында бокстан бірнеше дүркін жеңімпаздар Нұржан Бекзатов пен Нұрлан Нұрсейітовтар сынды өз ісінің шеберлері. Сонымен қатар Нұржан Бекзатов нөмірі 4 балалар үйі тәрбиеленушілерін спортқа баулып, өзін қорғауды үйретіп жүрген жанашыр полицей. Қазақстандық полицейлердің қызметі 1 минутқа да тоқтамайды. Күн сайын жедел уәкілдер мен тергеушілер, криминалистер мен кинологтар, учаскелік инспекторлар мен патрульдік полицейлері күрделі жұмыстарды атқарады. 1992 жылы ішкі істер органдары туралы заң қабылданғаннан бері 27 жыл уақыт өтті. Ал 2007 жылы елбасының Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 23 маусым Қазақстан полициясының күні болып бекітілді. Полиция қызметкерлері өздерінің кәсіби төл мерекелерін атап өтумен қатар, алдына қойылған міндеттерді, қоғамдық тәртіпті сақтауды, қазақстандықтардың өмірін қауіпсіздікпен қамтамасыз етуді, қызметін адал орындауды ешқашан ұмытпайды.